Алтын доба арнасының алтындай достары, ассалаумағалейкум, қалайсыздар ең жақсы спорттың жанкүйерлері. Бүгін біз сіздер үшін тағы да тамаша футбол жаңалықтарын дайындадық. Бірден андатпасын айта кетейік. Әйгілі Луис Суарес қайтадан Европаға ораламын деп хабарлап жатыр. Грилиш Манчестер Ситидан кетемін деп шешім қабылдаған екен. Достар, ұлттар лигасы қайта оралды. Бүгін керемет ойын Қазақстан, Беларусь, Қазақстан ұлттық құрамасының жігіттеріне жанкүйер болайық. Ал олай болса, біз сіздерге сәтті, жақсы көрілім тілейміз. Біз бастаймыз, кеттік. Луис Суарестің жаңа командасымен осы қысқы трансферлік терезеде келісім шарты бітеді. Луис Суарестің өзі жаңа командасымен қысқа мерзімді келісім шартқа отырған. Естеріңізге сала кетейік, қазір Уругвайда Луис Суарес националь командасында өнер көрсетеді. Ал енді бұл команданың басшылары, президенттерінің өздері айтып жатыр. Луис Суарес осы қысқы трансферлік терезеде біздің командадан кетеді. Біздің команданың жанкүйерлері көп нәрсе күтіп қалмасын. Луис Суарес осы командаға келердің алдында өзі сондай келісім шартқа отырған, және де сол өзінің сөзінен әлі тайған жоқ. Луис Суарес басқа командаға ауысатын болады деді. Ал енді Луис Суарестің мақсаты Европаға қайта оралуы болуы мүмкін. Национальға неге кетті десеңіздер, дәл сол жазғы трансферлік терезеде жақсы ұсыныс түспеді. Сол себептен жұмыссыз қалмайын деп қазіргі клубқа бара салды деп есептесек те болады. Ал енді Луис Суарес қайтадан Европаға қайтып келуі мүмкін. АПЛ-дағы командаларға да күш бере алатын ойыншы, опытымен өзінің шеберлігіне қарайтын болсақ. Италияда жасы келген ойыншылар мықты ойын көрсете алатынын біз білеміз. Испанияда да бірнеше клубқа жалпы күш бере алады. Францияға да жалпы топ 5 лигаға барлығына ортаңғол командасына келетін мықты шабуылшы. Бірақ та қайтадан Европаға оралуы үшін Луис Суарес өзінің кішкене ақшаға деген аппетитін сәл төмендету керек. Себебі жасы келіп қалған ойыншыға үлкен ақша бермейді. Ал Луис Суарес тек қана үлкен ақшаларды алып үйреніп қалған ойыншы. Осы жағын сәл ақшаға деген аппетитін, қаржыға деген аппетитін сәл төмендететін болса, жақсы бір командаға қайтып келіп, Европаны шулататындай-ақ ойыншы. Олай болса, Суарес жайлы ақпарат осы. Луис Суарес қысқы трансферлік терезеде қайтадан жақсы командаға келіп, өнер көрсетуі бек мүмкін. Бұл жолы да бір жақсы ұсыныстар болмай қалған жағдайда Луис Суарес не Біріккен Араб Әмірліктерінің клубтарына барады, немесе сол МЛС-қа баратын болады. Ал енді Грилиш жайлы әңгіме айта отырайық. Грилиш жақын арада Манчестер Ситидан кетеді басқа клубқа. Осындай басылымдар шығып жатқан жайы бар. Астон Виллада Грилиш өте тамаша ойнады, бірақ та сол ойынды Манчестер Ситида көрсетіп жатқан жоқ. Астон Вилладағыдай ойын жоқ. Өткен маусымда Грилиш 3 қана гол салды, және де 3 голдық пас берді. Ал Пеп Гвардиола Манчестер Ситидің бас бапкері Грилишқа көңілі толатынын айтты. Әлбетте голды аз салып жатыр, голдық пасты да аз беріп жатыр. Біз ойлағаннан, біз күткеннен, бірақ та мен Грилишті тек қана гол салу үшін, не болмаса тек қана голдық пас беру үшін алған жоқпын. Мен Грилишті ойынды жүргізу үшін, ойынды өзгерту үшін алдым. Және де Грилиштің ойыны менің көңілімнен шығады, деді Пеп Гвардиола. Бірақ та Грилиштің өзінің көңілінен өзінің ойыны шықпайтын сияқты. 90 минут атты басылымның айтуынша, Грилиш өзінің агентіне тапсырма берген. Жалпы басқа клубты қарастыруға, себебі Манчестер Ситида бұл басты жұлдыз емес, басты ойын бұл арқылы өтпейді. Және де Манчестер Ситида Кевин Де Брюйне, Бернардо Силва деген сияқты топтар бар. Бұлармен теке тірестіру, иық тірестіру және де орнын алып қою Грилиштің қолынан келіп жатқан жоқ. Сондықтан да Грилиштің ойыны жақсы, бірақ ол өзін бұдан да жақсы ойнай алатынын біледі. Сондықтан да басқа командаға ауысқысы келеді, деді осы ақпаратты жеткізіп жатқан басылымдар. Достар, біз көптен күткен ұлттар лигасы арамызға оралды қайтадан. Бүгін көптен күткен қазақстандық жанкүйерлердің күткен ойыны Қазақстан Беларусь болады. Әзірге баршаларыңыз білесіздер, Қазақстан кестеде бірінші орында тұр. Беларусьтың орнын көріп тұрсыздар, олар үшін де өте бүгін маңызды ойын. Қазақстанды жеңуге тырысатын болады. Соңғы орыннан алға қарай жылжығысы келеді. Жалмауызға да жан керек деп Беларусьта бүгін бәрі
барын салатын болады алаңда. Бірақ та біреуге жан қайғы, біреуге мал қайғы деген сияқты Беларустың қайғысы уайымы бізге керек емес. Бізге Қазақстанның жеңгені керек. Біз қазақстандық ойыншыларға бүгін жақсылап тұрып жанкүйер болуымыз керек. Бізді жерге қаратпайды деген сенімдеміз. Себебі өзіміздің жерде Астана аренада лық толы көрермендердің алдында қазақстандық ойыншылар барын салады, айдаспанға бірақ шығарады деген сенімдеміз. Қадірлі достар, бүгін біз бәріміз бір кісідей Қазақстан ұлттық құрамасына жанкүйер болуымыз керек. Өмірімізде бірінші рет бірінші орынмен бізде шығып көрейік та, Қазақстанда кестеде бірінші орынмен шықсын да, Қазақстанның маңдайына да сондай нәрсе жазылған шығар. Ал енді достар, қазақстандық жігіттерге, Қазақстан ұлттық құрамасында ойнайтын футболшыларға тек қана сәттілік тілейміз. Қазақстан алға, бүгін бәріміз бірге жанкүйер болайық. Астана аренада көретін достар болса, алтын доп арнасын міндетті түрде белгілеп стористарыңызға салып қойыңыздар. Ал енді үйде көретін достар, бүгін сағат кешкі Елорда уақытымен 19:50-де Казспорт ұлттық арнасында көрсетеді бұл ойынды. Дәл осы жерде достар, Бускетстің болашағында айтып жіберсек болады, ақпараттарға сүйене отырып. Ал енді Бускетс келісім шарты осы маусымда аяқталатын болады Барселонамен, және де Барселона Бускетсқа жаңа келісім шарт ұсынып көрген. Егер де Бускетс жалақысын тағы да төмендететін болса, Барселона оған жаңа келісім шарт ұсынады. Бірақ та бұған Бускетс келіспеген, яғни Барселонадан кетеді деген сөз. Енді Бускетсті МЛС-қа барады, Интер Майамиға Бекхэмнің клубына деген болжамдар жетерлік. Ал Барселонаның келісім шартына келіспеуіне байланысты Бускетстің орнын басатын ойыншыларды да қазір қарастырып жатыр. Барселона клубы Реал Сосьедадтың ойыншысы Зубименди деп айтады. Енді өздеріңізге қалай ыңғайлы. Осы Зубимендимен келіссөздер жүргізіп көрмекші. Бұл ойыншының трансфер маркет порталындағы бағасы 50 миллион евро, ал енді отступнойы бар бұл ойыншының 60 миллион евро. Егерде Барселона алам десе, сол отступноймен алып қалса болады. Зубимендидің болашағы алда, өте мықты ойыншы болады деп көріп отыр екен Барселонаның басшылары. Егер ол болмай қалған жағдайда Вулверхэмптонның ойыншысы Рубен Невеш бар. Рубен Невешті алу Барсаға оңайға түседі. Себебі Невештің агенті Джорджо Мендеш Лапортамен жақын дос екенін бәріміз білеміз. Ал енді Барселонада Бускетстің орнын басады деп санап отырған тағы да бір ойыншылары бар Барселонаның, ол Джорджиньо. Челсидің ойыншысы Джорджиньоның да Челсимен келісім шарты осы маусымнан кейін аяқталады. Ал енді жалпы Алимани қазіргі Барселонаның спорттық директоры еркін агенттерді қалай командаға алып келетінін сізбен біз жақсы біліп қалдық. Сондықтан да осы үш нұсқаның бірі Барселонаға Бускетстің орнын басуға келеді деген мәліметтер бар басылымдарда. Манчестер Юнайтед жайлы жаңалықтарды да азайтатын болып кеттік. Енді бірақ та айтарлықтай жаңалықтарда болып жатқан жоқ Манчестер Юнайтедте. Манчестер Юнайтедтің бас бапкері Эрик Тен Хаг өзінің алған ойыншыларына әлі де қанағаттанар емес. Манчестер Юнайтедтің бапкері Тен Хаг тағы да Манчестер Юнайтедтің басшыларынан ақша сұрап жатыр. Қысқы трансферлік терезеде де біз 2-3 топ трансфер жасауымыз керек. Жоқ дегенде маған 115 миллион евро бөліңіздер деген екен Daily Express басылымының айтуынша. Ал енді Тен Хаг алаңдағы қай орындарға ойыншы алғылары келіп отыр десеңіздер, оң жақ қапталға қорғаушы алғысы келеді, жартылай қорғаушы алғысы келеді, және де бір шабуылшы алғысы келеді. Тен Хаг бәрібірде Роналдоға сенім артып отырмаған тәрізді, Решфордқа да, себебі шабуылшы керек деп өзі болжап талқылап отырған жайы бар. Ал енді оң жақ қапталда бір маусым бойы Далотқа сену, ол өте қиын жағдай. Далотқа ғана сенім артуға болмайды дейді. Ал енді жақында келген Маласияны сол жақ қапталға қойып қойды. Ол негізі ортада ойнайтын ойыншы. Осындай бір кемшіліктер, минустар болып жатыр Манчестер Юнайтедтің құрамында. Казимирода негізі нақты орныққан жоқ, бірақ та осы Казимиродың жанына тағы да бір бәсекелестік үшін жақсы бір жартылай қорғаушы алғылары келіп отыр. Оны Манчестер Юнайтед клубы тапқанда тәрізді. Ол Лестер клубының лидері
көшбасшыларының бірі десек те болады Тилеманс. Тилемансты Манчестер Юнайтед өздеріміздің қатарымызға қосамыз деп нақты таңдау жасап отырған жайы бар. Енді Лестердің қазіргі ойыны мәз емес, жалпы Тилеманстың өзінің Лестерда ойнауға құлшынысы кетіп қалды. Біз сатуға дайынбыз деп Лестердің басшылары да бұл сатылымға көніп отыр екен. Енді нақты жақын арада қысқы трансферлік терезеде Тилеманс Манчестер Юнайтедтің қатарына келіп қосылуы мүмкін. Daily Mail басылымының айтуынша және де Sky Sport басылымдарының айтуынша бұл ақпараттар. Ал достар, бүгін сіздер үшін Алтын доп арнасының әзірлеген футбол ақпараттары осындай. Ұнаса лайктарыңызды басып, бүгінгі жаңалықтарға қатысты ой пікірлеріңіз болса, міндетті түрде комментарияға жаза отырыңыздар. Ең бастысы сіздер бізбен бірге болыңыздар. Арнаға жазылуды да ұмытпаңыздар. Себебі біз сіздер үшін жиі футбол жаңалықтарын шығарып отыратын боламыз.